Ассаламу алейкум, балалар. Бұл жолы ауа райының алуан түрлі құбылыстарымен танысамыз. Олардың ішінде өте қызықтыларын көрсетеміз. Құйын, боран, бұршақ сияқты табиғат кереметтерін тамашалаймыз. Ал кеттік. Тынық ыстық күн. Тынық күн, ашық аспан, ыстық жылы ауа. Самал. Самалды күнде өте қолайлы, жағымды болып келеді. Самал бұл әлсіз, жағымды жел. Әсіресе қатты ыстық күндерде салқын самалдың тұруы өте жағымды болып келеді. Жел. Байқап тұрғандарыңдай, жел самалға қарағанда күшті. Қоршаған ортаға әжептәуір әсерін тигізеді. Желдер кейде шаң тозаң тудырып, кейде соңынан жауын шашын әкеледі. Жаңбыр немесе жауын. Жаңбырды бәріміз білетін шығармыз. Бұл көріністердегі жай ғана бір жайлы жаңбыр. Нөсер жаңбыр немесе нөсер жауын. Нөсер жаңбыр жай жаңбырға қарағанда қатты құйып жауады. Жерлерді азғантай уақытта көлдетіп жібереді. Найзағай. Найзағай табиғаттың өте бір қорқынышты құбылыстарының бірі. Ол аспанда бұлт басқанда, жаңбыр немесе нөсер жауып тұрғанда пайда болады. Оның жарқылы күшті, дауысы қорқынышты болып келеді. Күшті жел немесе дауыл. Бұл желдің қатты деп соғуы. Күшті желдер кейде ағаштарды сындырып жіберуі мүмкін. Дауыл. Дауыл бұл желдің апатты жағдайға жақындап келуі. Басқа тілдерде оны шторм немесе storm деп те атайды. Дауыл кезінде жел сондай қатты соғып, теңізде үлкен толқындар тудырады. Ол толқындар кейде жағажайда кішігірім апатқа әкеліп отырады. Апатты дауыл. Бұл өзімен бірге үлкен апат алып келетін өте күшті дауыл. Бұл дауыл кейбір жеңіл нәрселерді ұшырып әкетеді. Теңізге жақын жерлерге су тасқындарын әкеледі. Басқа тілдерде оны ураган немесе hurricane деп те атайды. Құйын. Бұл өте қорқынышты, әрі өте қауіпті құбылыс. Жай сөзбен айтқанда, желдің айнала құйылып соғуы. Құйынның кейде күшті болатыны сондай, ірі салмақты заттардың өзін ұшырып әкетуі мүмкін. Және ол көп жағдайда өсімдіктерге орасан нұқсан келтіруі мүмкін. Құйынды басқа тілдерде торнадо деп те атайды. Қарды білмейтініміз жоқ шығар. Сонда да бұл біздің ауа райымыздың белді мүшесі. Бұны көрсетпей кетпесек те болмас. Қарлы боран немесе боран.
Бұл қардың желмен бірге боран жауы. Тұман. Бұл бір қызық көрініс. Тұман кезінде алдыңдағы зат қана көрінеді де, алыстағы заттар көрінбей қалады. Сондықтан тұман кезінде көлік айдау, жолда жүру қауіпті. Абай болу керек. Тұман кезінде табиғатқа шыққан адам адасып кетуі мүмкін. Бұршақ. Кейде жаңбыр жауғанда жаңбырмен араласып бұршақ жаууы мүмкін. Бұршақ бұл майда-майда аппақ мұз кесектері. Бұл да бір керемет құбылыс, және бұның да өсімдіктерге әкелер зияны орасан зор. Әңгімеміздің соңында ауа райының ең әсем құбылысы кемпір-қосаққа тоқтаймыз. Бұл табиғаттағы таңғажайып құбылыс көбінесе жаңбырдан кейін пайда болады. Кейде жай бұлтты күндерде де шығып тұрады. Оның шығып отыруы өте сирек, және сонымен тұрмай, аспанда тұру уақыты да ұзақ емес. Сондықтан мына кемпір-қосақтарды жақсылап көріп ал. Балаларға арналған бұл видеомыз ұнаса, лайк басып, каналымызға жазылыңыз, яғни подписаться пернесін басыңыз. Сонымен бізге қолдау көрсетесіз, ал біз бұдан да көбірек қызығырақ видеолар шығаратын боламыз. Осындай бейнебаяндарды көбірек шығаруымыз үшін төмендегі подписаться пернесін басыңыз. Және осы бейнемізді көбірек балалар көрсін десеңіз, ұнайды пернесін басыңыз.